Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып электромагниттік тербелістер. Жалпы электромагниттік тербелістерге тоқталсақ, бұл зарядтың, ток күшінің және кернеудің периодты және шамамен периодты өзгерісін айтамыз. Осы электромагниттік тербелістерге біз тербемелік контурды қолданамыз. Тербемелік контур дегеніміз жалпы айтқанда жалғағыш сымдардан, индуктивті катушкадан және активті кедергісі нөлге тең конденсатордан тұратын тізбекті айтамыз. Осы электромагниттік тербелістерге жарықтың жылдамдығы жатады. Жарықтың жылдамдығы шамамен алғанда физикада тұрақты шама шамамен 3^-18 дәрежесіндегі метр секундқа тең болады. Жалпы тербемелік контурдың сұлбасы. Бұл дегеніміз тербемелік контур дегеніміз сыйымдылығы бар конденсатор мен индуктивтілігі бар катушкадан тұратын тізбек контурды айтамыз. Яғни міне осы суретте көрсетілгендей біз С деп белгілеп тұрамыз сыйымдылығы бар конденсатор және L дегеніміз индуктивтілігі бар катушка. Енді сыйымдылыққа жеке тоқталып кетсек, сыйымдылық дегеніміз, электрсыйымдылық дегеніміз өткізгіштің зарядының осы өткізгіш пен көрші арасындағы потенциалдар айырымының қатынасына тең физикалық шаманы айтамыз. Физикада оның белгіленуі сағатмен белгіленеді. Ал өлшем бірлігіне тоқталсақ, бұл фарадеймен өлшенеді. Яғни міне көрсетілгендей сыйымдылық заряд пен потенциалдар айырымының қатынасы С тең Q бөлінген U мен белгіленген. Осы суретте екі пластина арасындағы потенциалдар айырымы көрсетілген. Зарядталған конденсатордың энергиясына тоқталсақ, энергиясы осы формуламен есептеледі. Яғни энергия тең QU бөлінген 2. Бізде Q дегеніміз конденсатордың кез келген зарядының модулі, U дегеніміз өткізгіштер арасындағы потенциалдар айырымын айтамыз. Бұл өрнекті энергияны тағы SU квадрат бөлінген 2 мен есептеуге болады. Бізде С дегеніміз конденсатордың электрсыйымдылығына айтамыз. Енді индуктивтілікке тоқталсақ, индуктивтілік біз өткізгіштің индуктивтілігі ол бізде скалярлық физикалық шама соленоидтағы ток арқылы пайда болған магнит ағынның ондағы ток күшінің сандық қатынасына тең. Яғни бізде индуктивтілік бізге мұнда формулада F бөлінген I мен белгіленген, бізде F дегеніміз ағылшыннан аудағанда флакс. Яғни магнит ағынына I дегеніміз бізде ток күші. Енді электромагниттік тербелістердің пайда болуының шарттарына тоқталсақ, бірінші шарты ол бізде тербемелік контурдың